Саблық байет Моисей Байыновтың шәйешізін Россия далы неміз үдік пасқыда қазыналарды пілчелер. Аның тоқстары аймақ тілергі тілбістілген. Хакас тілінің тоқскенді, орыс тілінің кебілістерінің пис шындызы шарық көрген. Прайс Икс поэма пазылған. Шұртысқа көрізі сөстің пайы, кебілістеріні саңай пасқа оңдайының пүдіргіні істезікжелерге уға арлық. Моисей Романович пастағызыны Хакас поэзиясыны селоботаническай кебілістер керген. Полшонаның пазылбен пүткін шәйешізін шақсы білген кізі. Аның хан төңіз поэмазы 2007 жылды Сибирдегі шонырның нымықтыр шындызында сығарылған. Час это ұлығыдан емес, дерге керек. Немейде парпсығын қаде дерге искім аның тақпақтарымынды. Қадеді жүрегімге арғылай май бұл барқын. Қайде аның мұнды қырейінді отыршы, мұнды піспанғадан болшы. Моисей Байынов шардылған хумыртқа ирді көпшілік сөстер шоқталған. Аның өгренжелері, қады тоғынғын арқыстары, ученыйлар поэтың шүштас шолын шайеші керен сақсыға кергінір. Пархаза Роман Моисей Романовичтің шахматқа тыңқынғынан танықтан. Москвада өгреншеткінді шит ол шағын туғаныныңар нанимелер піліп алған. Пу ирді ағызның шүштас шолын шартықты салы терің шарт берген ол. Миля Никольская Моисей Байыновты өдік шақсы білген. Ол саблық поэтің келіні болған. Пүйс пузын санан шыққан кізі бірде андық шоқ олың айлы кізі ебді. Епшізінен ғады құрмашылын сүрше күн ұзай өде ептік шоқты сүршелер. Епшіз аға ақшата шоқ болса өде ұштына шоқтаныр столға үйілдірі ит салсалар. Моисей азырын одыр, ол ан азыр болбанды, басқа балалар бірдезі одыр бейінже стол кесіне. Моисей иди ұлғылы жаңаны епчезі. Моисей Байыновтың поэзиясы уға пөзіксенді палалшы, дипломнар диссертация тоқыстары пазылшы. Істезік жылыр көрізінің поэтің шәйешізін өсшеткен түлге қадида шетірерге керек. Хакас тілінің пайын терін көст бергіні шәйеші кізінің кебілістерін қатып шарыға сығарырға амды өн пөгінерінің пірсі болшы.